Ассалаумағалейкум оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін тағы да кезекті сатылымдағы жерге келіп тұрмын. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Бұл үйіміз жалпы жөндеу жұмыстарынан өткен керемет бау-бақшасы бар. Осындай үйді кімге тілейсіз, сол танысыңызға жіберіп қойыңыздар. Сол кісіге де осындай үй бұйырсын. Бұл енді қаламыздағы көп сұраныстағы райондардың бірі, Сәулет районы, Жеңіс 122 адресі бойынша орналасқан үйіміз. Қазір таңда үйдің бірінші ішімен таныстыра кетейін, сіздерді сосын үйдің сыртымен таныстырып шығатын боламын. Енді міне бұл үйіміздің холлы, осы холлдан барлық бөлмелері тарайды. Міне терезеге решетка қойылған, мынау терезеден ауламызды көруге болады. Осының әдемі навесі бар. Қазір барлығын көрсетемін, асықпай отырыңыздар. Так, үйімізге жалпы жөндеу жұмыстары жасалған, көріп тұрсыздар. Таза, сатып алып бірден көшіп келе берсеңіздер болады. Ешқандай ремонт жасамайсыздар. Міне бұл үйіміздің бірінші жатын бөлмесі. Бөлмелері кең, ауқымды етіп жасалынған. Мына тұсымызда үйдің қонақ бөлмесі, үлкен екі тереземіз қойылған, кондиционер, екі люстра, екі терезе. Тереземіз жаңағы Жеңіс көшесіне қарайды. Үйде жалпы 3 жатын бөлмесі бар. Мына үйдің екінші жатын бөлмесі. Мұнда үйдің үшінші жатын бөлмесі бар. Балалар бөлмесі. Балалар ойын алаңы десек те болады бұл жерде. Бұл жерде шағын осында кеңістік бар. Және де мына тұсымызда үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесі осы, ал үй иелері олай қарай бөлмеге иіс кірмеу үшін ас даярлайтын орынды осы жаққа алмастырған. Продукты, керек заттардың барлығы осы жақта тұрады. Мына жақ тап-таза болып тұрады. Қазір сыртын көрсетемін. Үйіміздің холлы. Қараңыздаршы, холлы қандай керемет. Міне бұл кіреберіс аймағымыз. Кіреберісіміз аймағымызда осындай кафель төселген. Мына тұсымызды енді көрсетпей қойын. Бұл кладовка, артық заттарды қоюға арналған. Осындай әдемі прихожный шкафымыз қойылған. Және де кіргеннен кейін оң жағымызда үйіміздің санитарлық торабы, жуыны бөлмесі және әжетханасы орналасқан. Үймен міне толықтай танысып шықтық. Енді жүріңіздер, сыртпен таныстырайын сіздерді. Ал енді міне бұл үйіміздің ауласын көріп тұрсыздар. Осындай әдемі навесі бар. Бұл үйдің салынған жылы 2010 жылы, күйдірілген қыш және де қам-кесек аралас соғылған. Жиектер осындай әдемі күйдірілген қышпен қапталған. Әдемі навесіміз бар. Жазғы уақытта Қызылорданың аптап ыстығында керемет. Ал мынау оң жағымызда кіргеннен кейін үйіміздің гаражы орналасқан, времянка, жалпы қоспа стройкаларымыз үлкен, ауламыз тәшкіленген. Ал енді тұрған жеріне келетін болсақ, бұл жалпы қаламыздағы Сәулет районы көп таныстыруды қажет етпейтін де шығар. Алдымыздағы міне бұл Жеңіс көшесі, қаламызда Жеңіс көшесін барлығы біледі. Мына тұста Астана Плаза, сон орналасқан, алдымызда Астана көшесі. Осы жерде Жеңіс 122 деп картаға жазсаңыздар, тура тауып келеді. Мына жаңа гаражымыз, үйіміздің сыртқы көрінісі осындай. Үйдің иелері бау-бақшаға жақсы қарайды екен, сыртына да әдемі сүйіп барлық жағдай жасалған. Үстіне решеткаларымыз қойылған. Жері 10 соттық, тура 25-те 40. Мына тұста сарайымыз бар, артық заттарды қоюға арналған. Міне бұл ауламыздың көрінісі. Осындай навесі бар, және де тапчан. Жазғы уақытта керемет, және де қараңыздаршы, қандай өсімдік, жеміс-жидектер барлығы өсіп тұр. Жүзім үйге келсеңіздер, үйдің иелері сіздерге барлығын толықтай айтып береді. Міне бұл қараңыздар, жап-жасыл. Көрем десеңіздер, астындағы телефон нөміріне хабарласып, келіп көре берсеңіздер болады. Осы үй сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Рахмет, сәтті саудасы болсын.